2 ақпан кешкі сағат 9-дар шамасында Жаңатас қаласында үздіксіз жауған жаңбыр және күрт еріген қар салдарынан еріген су Бүркітті өзенінен деңгейі көтеріліп, тасуы орын алды. Бұл оқиға бойынша бұл аталған орынға Жаңатас Сарысу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінен күштер мен құралдар жіберілді. Және де Тараз қаласынан ПДС 110 сорғысы және де 4 дана лай суды соратын сорғылар және вахтовка автокөлігі жеткізілді. Жалпы бұл оқиғаға 9 лай су соратын мотопомпа, 1 ПНС, 1 рукавной, 1 вахтовка көлігі жұмылдырылып, 41 жеке құрам жұмыс атқарды. Жеке құрам күшімен және де жергілікті атқарушы органнан жұмылдырылған 60 адам күшімен жағалау бекіту жұмыстары жасалып, ауланы басқан суды тазарту